Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын оладья жасаймыз. Жылы су, айран, тұз, шекер, бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жарты шай қасық ас содасын ұнмен араластырып аламыз. Ұнды аз-аздан салып араластырамыз. Массамыз дайын, енді пісіруге кірісеміз. Табаға кішкене май құйып жай қыздырамыз. Видеода көрсетілгендей біраз қасықтан салып, екі бетін жай отта қызартып пісіріп аламыз. Оладьямыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, дәмі керемет болып шығады. Таңғы асқа жасап көруге ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.